Барлығыңызға сәлем. Бүгін мен қарапайым ғана макароннан өте дәмді запеканка дайындаймын. Түскі немесе кешкі асқа өте ерекше тағам. Ең алдымен салмасын дайындаймын. Табаға май құямыз. Пиязымызды салып, сарғайғанша қуырамыз. Басқа ыдыстағы қайнап тұрған суға бір ас қасық сұйық май және тұзымызды салып, бір пакет макаронды салып, осыны 15 минут қайнатамыз. Салмамызға сарымсақты да салып, араластырамыз. Одан кейін етімізді салып, тағы да 10 минут қуырамыз. Бір ас қасық томат, және 3 қызанақты қабығынан тазартып, блендерден өткізіп саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз. Және тағы да 10 минут қақпағын жауып қоямыз. Міне екеуі де дайын болды. Енді бешамел соусын дайындаймыз. Ол үшін сары майды ерітіп, үстіне 3 қасық ұнды қосамыз. Ұнды салғаным видеода көрсетілмей қалды. Содан соң сүтті қосамыз. Қайнағаннан кейін баяу отта үнемі араластырамыз. Тұз, қара бұрыш қосамыз. Қоюланғанша араластырамыз. Міне дайын болды. Астын сөндіріп қоямыз енді. Ең алдымен формамызға бешамел соусын жағамыз. Одан кейін макаронның жартысын саламыз. Бешамел соусын жартысын құйып шығамыз. Одан кейін етіміздің жартысын осылай рет-ретімен. Еттің үстіне үккіштен өткізілген сырларды қойып шығамыз. Оның үстіне қалған макаронның барлығын қойып, үстіне еттің қалғанын салып, бетін тегістейміз. Осылай бетін тегістеп шығамыз. Бешамел соусты қойып, ең үстіне қалған сырларды осылай қойып шығамыз. 200 градус пеште беті қызарғанша пісіреміз. Міне біздің запеканка дайын болды. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.